діни деструктивті ағым өкілдері болсын, басқа да діннің мәнін, маңызын түсінбеген жастардың болсын, бұндай айтатын сөз бар, яғни діни білім маңызды, дүниелік білімнің не қажеті бар деп. Бұлай айтудың өзі жалпы дінді түсінбегендіктен. Себебі кез келген пайғамбарлардың тарихына өзі назар салсаңыз, адам пайғамбар егістікпен айналысқан, яғни дихан болған. Оның мамандығы диханшылық, мәселен. Одан кейін бері қарай Ыдырыс пайғамбар бүгінгі айтқан кезде жеңіл өнеркәсіппен, яғни киім тігумен айналысқан. Нұх пайғамбардың мамандығын алатын болсақ, оның мамандығы жиһазшы, былайша айтқан кезде кеме жасаған. Ибраһим пайғамбардың мамандығы болатын болса, ол құрылысшы, яғни Қағбаны салған құрылысшы ретінде танылады. Осылай кете берсек, әлбетте барлық пайғамбардан бір мамандық шығара аламыз, яғни дүниелікке қатысты бәрі тек қана дін. Өйткені жалпы дін дегеніміз ол өмір. Яғни бұл дүние үшін дін жіберілген. Бұл дүниеге қажет дін. Ақыретке емес, мәселен. Ақырет бұл осы дүниедегі сол діннің, өмірдің нәтижесін көретін жер. Сол үшін ал бұл өмір не десең, бұл өмір дүниеліксіз болмайды, дүниеде болғандықтан. Сол себепті біз айтарымыз, Алла тағаланың ең алғашқы уахи ретінде оқы деп түскен әмірі, бұл тек қана дін оқы деген сөз емес. Бұл Алланы танытатын, қандай әлемде не бар болатын болса, соған көз жүгіртіп, Алланың аяттары дейді ғой, белгілерін тани отырып, Құдайға құл болудың бір жолын табу осы дүниеде жүр. Бұл тіпті пайғамбарымыздың да өзінің өмірінен де қарайтын болсаңыз, ең әуелі өзі бірінші саудагер болған, сауданың маманы болған. Ол да дүниелік іс. Одан кейін дін келгеннен кейін де, мәселен, Хадиша анамыздың әрі қарай бұл саланы жалғастыруы пайғамбарымыздың қолдауымен, одан кейін пайғамбарымыздың өзі бір мемлекет құрып, Мәдинада саяси кәдімгі бір жүйе қалыптастырудың өзі саясат ғылымдары. Одан кейін әлеуметтік ғылымдары болды ма? Болды. Яғни халықтың әлеуметтік мәселелерін шешу, әлеуметтік жағдайларды қарау. Одан кейін шетелдік, яғни басқа мемлекеттердің адамдарына елші жіберу, аудармашыларды тәрбиелеу. Бұлардың барлығы дипломатия ғылым саласы. Соғыстардың кезінде де, мәселен, бүгінгі қорғаныс министрлігінің қорғаныс саласындағы белгілі бір технологияларды қолдану. Мәселен, қандай Салман Фарсидің хандак, яғни ор қазғызу, мәселен, Мәдинаны қоршар кезде біздер, мәселен, Иранда соғыс тактикамызда осындай орлар қазатын едік деп, бірақ пайғамбарымыз бұны өте жақсы бір идея ретінде оны жүзеге асыруда біздер не деген сөз, яғни стратегиялық бұл ілім болып саналады. Қорғаныс саласындағы бір ілім болып қалыптасқан. Міне бұлардың бәріне көз жүгіртіп отырсаңыз, сізге не айтады? Яғни бұл дүние ол әртүрлі ілімдердің былайша айтқан кезде егістігі. Одан бөлек, мәселен, медицина, басқасын айтпағанда, медицина міндетті түрде керек, онсыз болмайды. Сол секілді бүгінгі күні қорғаныс саласынан егерде бұл дүниеде өмір сүретін болса, пайғамбарымыз кім біледі, бәлкім беспилотниктар немесе әртүрлі осындай қазіргі уақытта соғыстың жеңу үшін түрлі тактикаларын жүзеге асыруға ынталандырар ма еді, мәселен. Яғни кезіндегі хандак, яғни ор қазғызғанды құптағаны секілді. Міне бұлардың барлығы не деген сөз? Сізді, мұсылманды, еш уақытта дін ғылымнан тоспайды, басқа дүниелік пәндерден тоспайды, керісінше бұларға ынталандырады. Бұлар арқылы біз қоғамға пайдамыз тигіземіз. Өйткені пайғамбарымыз айтады, қиындатпаңдар, жеңілдетіңдер дейді. Яғни мұсылманның, жалпы адамзаттың өмірін жеңілдететін қандай ғылым бар болатын болса, қандай дүние жасалу керек болатын болса, бұлардың барлығын пайғамбарымыз жасауға ынталандырады және соған шақырады. Тағы бір мысалмен келтіретін болсам, пайғамбарымызға тіл тигізген кейбір мүшрик ақындарға пайғамбарымыз соларға қарсы өзінің ақындарын салған. Бұл да бізге не айтады? Яғни саған қандай құрал қолданса, оған да төтеп беретінде тура сол деңгейінде құрал болу керек. Сонымен ғана біз төтеп бере аламыз. Сол секілді, мәселен, бүгінде саған қандай ертең елдің тұтастығына, елдің бүтіндігіне қауіп төндіретін қандай да бір технологиямен саған шабуыл жасайтын болса, сен соның деңгейіндей технологиямен қарсы төтеп бере алуың керек, қорғануың керек негізінен. Ал егер де сенің бәрің, мәселен, дін ғана ілімін алып, бүгінгі технологияның ілімін алмасаң, жаңа бір технологиялық өндірістер жасамасаң, бұған қалайша ертең төтеп бересің? Ал ертең тәуелсіздігінен айырылсаң, онда дінің де басқаң да қалмайды. Мәселен, Сирияны алыңыз,
үлкен ілімнің ошағы, ілімнің ордасы болған Сирия қазір дін ұстанбақ түгілі өмір сүруде мүмкін емес жағдайға жеткен қалалар бар мәселен. Міне сол үшін де бүгінгі күні дініміз еш уақытта дүниелік ілімді алуға тыйым салмаған, керісінше соны меңгеруге, соның мықты бір маманы болып, елге, қоғамға, ұлтқа қандай пайдалы жобалар жасау керек болса, технологиялар жасау керек болса, соны атқаруға ынталандырады.